қазіргі жастарға нақты айтатыным, бойдақтарға, сіз адам танымайсыз. Оған нақты дәлел, мысалы, сіз осы жігіт қызбен жолығуға бара жатқан кезінде сіз бүкіл мінезіңіздің бәрін көрсете аласыз ба сол жерде қызға? Ешқашан көрсетпейсіз. Жасырасыз. Қыз да сондай. Бүкіл әдемі мінезін, ең көркем, ең күшті нәрсесін сізге көрсетіп кездесуде. Оның ішінде жатқан шайтанын көрмейсіз. Сосын халықта сол үшін сөз бар. Жаңағыдегі табағына қарап асын іш, анасына қарап қызын ал деген мағынадағы. Оның мағынасы да сол үйіне қарап қыз алған жақсы. Ол түбі негізге тартпай қоймайды. Енді бірге бір келе бермейді, бірақ дегенменен түбі сол жанұядағы мінезді алады ол кісі. Сосын ұшқанда, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесін деген бар. Ол қыз сол ұяда тәрбие алады. Бәрібір сізге келгенде сол нәрсені жасайды.